Жалпы дәрісімізді қорытындылау алдында біз ғылым дегеніміз не деген сұраққа тағы бір жауап беріп көрейік. Ғылым дегеніміз не? Бұл ғылым, бұл біріншіден, бұл дегеніміз кез келген дұрыс ақиқат білімді алуға, соны меңгеруге бағытталған адам баласының танымдық әрекеті. Ғылымдағы белсенділік дегеніміз ол кез келген қызмет, ғылыми қызмет. Әрине сол ғылыми қызметтің субъектісі ол ғалым немесе зерттеуші. Ғалымның іс-әрекетінің ерекшелігі ол барлық сол мәселеге қатысты тәсілдерді қолдана отырып белгілі бір ақиқатын табу және мәселенің шешімін табу. Ғылым жалпы қоғамды өзгертеді. Оның маңыздылығы сол, ол әлемді өзгертеді. Осыған байланысты ғылым адамзаттың дамуына серпін беріп, оның дамуын жылдамдатырады. Ғылыммен айналыса отырып, біз басқа ұтымдылық үшін мәліметтер мен әрекет ету тәсілдерін жинақтаймыз. Яғни ғылым мәдениетті өзгерте алады. Ол мәдени контекст жасай алады. Сонымен қатар ғылым шындықты іздеуге бағытталған танымдық іс-әрекет болып табылады. Ол жалпы басқа да маңызды сипаттамаларға, яғни жүйелілік, жүйелеу, жалпылау, сыни тұрғыдағы сипаттамалармен де ерекшеленеді. Жалпы ғылыми білімнің жүйелілігі бұл бір-бірімен байланысты әртүрлі фрагменттер жинақтау. Сондай-ақ оның әмбебаптылығы, өйткені барлық уақытта бәріне бірдей маңызды білім алуға деген ұмтылыс. Бұл ғылымның белгілі бір тұрғыдағы репродуктивтілігін аңғартса керек. Сондықтан жаңа ғылыми теориялар, ғылыми гипотезалар, ғылыми факты нақты ғылыми мәселедегі ақиқатты табуға жәрдемдеседі. Осы тұрғыда біз идеалдандырылған жаңа теорияның объектісіне қол жеткіземіз. Әрине бұл үшін белгілі бір ұғымдар, категориялар, принциптерді меңгеруіміз қажет. Соның ішінде тағы бір үлкен бір қызмет, бұл болжам туралы айтып кетпеуге болмайды. Өйткені болжам бұл өзінің логикалық құрылымы бойынша да түсіндірумен бара-бар сәйкес келеді. Әрине оның айырмашылығы бар, түсіндіру мен болжаудың. Біз оны келесі дәрістерде қарастыратын боламыз. Жалпы ғылымның философиялық негіздерінің бірнеше түрлері бар. Ол ғылымның онтологиялық негіздері, ғылымның гносеологиялық негіздері, логикалық негіздері, әдіснамалық негіздері және құндылықтық, яғни аксиологиялық тұрғыдағы негіздері. Онтологиялық негіздер дегеніміз бұл бүкіл әлемнің бейнесі, космологиялық және космологиялық және космоцентристік тұрғыдағы бейнесі. Гносеологиялық негізі бұл белгілі бір ғылым саласындағы ғылыми танымның процесі, оның жүзеге асуы, сондай-ақ теория мен жаңа тәжірибелердің қалыптасуына әкелетін гносеологиялық негіздер. Логикалық негіздер бұл ғылымда қабылданған абстракциялау ережелері, ұғымдар мен тұжырымдарды қалыптастыруды айтамыз. Мысалы, факты жинақтау, дедукциялық дәлелдемелер, немесе индукциялық дәлелдемелер, аргумент жинау. Келесі негіз бұл әдіснамалық негіз.
бұл кез келген ғылым саласында өте маңызды мәселе деп айтуға болады. Ғылымның әдіснамалық негіздеріне белгілі бір ғылым шеңберінде білімді ашу және алу әдістері, ақиқатқа жету құралдары, дәлелдеу әдістері сияқты идеялар, және соңғысы құндылықтық немесе аксиологиялық деп айтқан болатынбыз негіздері. Бұл жалпы ғылым жүйесіндегі ғылымның немесе жекелеген ғылымдардың практикалық және теориялық маңыздылығы туралы, жалпы ғылымның мақсаттары, ғылыми прогресс және ұстанымдар. Ғылым бұл бір жағынан автономды, екінші жағынан мәдениет жүйесінде енгізілген бұқаралық, яғни көпке тән, жариялы, алайда өзінің де құпиялары бар, көп қырлы бір сондай құбылыс, феномен. Сондықтан біз ғылыммен шұғылдануды, ғылыммен айналысуды, ғылыми жаңалық ашуды өзімізге мақсат тұтуымыз керек. Енді тақырыпқа байланысты қандай әдебиеттерді ұсынуға болады? Бұл ғылым тарихындағы мәселелер мен статустары, ғылым философиясының негізгі тақырыптары, екіншісі Дерек Джонстонның философияның қысқаша тарихы, Сократтан Derridaға дейін. Бұл қазақ тіліндегі 100 оқулық бағдарламасы аясында қазақ тіліне аударылған еңбектердің бірі, және Аристотельдің жаңағы ақылды пайымдау, физика және метафизика еңбектері, трактаттары, әрине басқа да қалауларыңыз бойынша өзге де еңбектермен жұмыс жасауға, зерттеу жүргізуге әбден мүмкін. Бұл тіпті сондай нұр үстіне нұр, құба-құп мәселе. Назарларыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды.